Сәлеметсіздер ме? Кино әлемінің көрермендері. Бүгін біз япондық фильм «Мен қаһарман» атты фильміне шолу жасаймыз. Каналды қолдап жазылып лайк баса кетіңіз. Бұлар жай ғана зомбилар ғана емес. Олар сана сезімдерінің азғантай бөлігін сақтап қалған зомбилар. Басты кейіпкер Хидео жұмыс басты. Жұмыстан кеш шығып үйіне келеді. Ол өзінің алдына не күтіп тұрғанын білмейді. Үйіне келген соң, кешкі ас ішіп отырғанда жанындағы қызы қандай еркектермен тұрмау керектігі жайлы видео көріп отырады. Шкафтан тапаншасын алып қарап тұрады. Қасындағы қыз осы мылтықты сатып жіберші. Көп уақытыңды осыған жұмсайсың деп айтады. Хидео бәрі жақсы болады деп сендіреді. Келесі күні жұмыста мангосын алып баспаханаға келеді. Баспагерге оның мангосын ұнамайды, оған келесі аптада қайтадан дұрыстап алып кел дейді. Оның қызы естігенде қатты ашуланып онымен айырылысуға шешім қабылдайды. Үйден қуып жібереді. Ол тоқтап көшеде орындықта отырып танысының комикстарына қарап, танысып шығып, қызығырақ екенін мойындайды. Келесі күні жаман жаңалықпен басталады. Елде бір күнде карантин режимі. Бір түнде 4 адам вирустан қайтыс болыпты. Вирус қан мен сілекей арқылы тарайды екен. Кешке қарай оған қызы звондайды, ол балконға шығып сөйлеседі. Оның қызы кешірім сұрайды. Таңертең Хидео үйіне барады. Есікті қағады. Қыз есікке жақындап Хидеоға атылады. Хидео оны үйге қарай итеріп жатқанда қыз есікті тістеп үйге қарай лақтырып жібереді. Хидеоның қолын тістеп жатқанда оның тістері жоқ еді. Оны итеріп қалған кезде қыздың басы байқамай артындағы ұшы шығып тұрған көкке кіріп кетеді. Хидео шошып үйден кетіп қалады. Аспанға қараса көптеген ұшақтарды көреді. Ол офиске келгенде теледидардың қасында тұрған коллегасын байқайды. Жігіт оны шақырғанда жігіт оған бері қараса қолы қанға боялған дубинкасы бар. Хидео өліп жатқан коллегасын көреді. Сөйтіп тағы біреуін өлтіреді. Ол Хидеоға зомбилардың өлтірудің жалғыз жолы олардың миларын жою дейді. Және кімді тістесе жақын арада сол зомбиге айналады дейді. Соны айтып жатқанда ол өзінің қолдарына қарап қалады. Артынан зомби болған коллегасы жаңағы коллегасын тістеп оны өлтіреді. Ол пышаққа қарай жүгіргенме кешеді, мойнынан тістеп өлтіреді. Хидео шошып қашып шығады. Хидео қашып шығып көшедегі адамдарға зомбилар шабуыл жасап жатады. Бірақ ешкім ешкімді түсінбей жатады. Тіпті біреулер соткаларына түсіріп қызықтап жүр. Қаптаған адамдар қашып жатады. Ұйықтап жатқан таксистке келіп есігін қағып жатады. Есігі ашылмайды. Есікті аша сала ішіне 3 адам кіріп отырып алады. Белгісіз қыз да отырып алады. Жолда костюм киген жігіт жеңін ашып жатқанда Хидео оның қолындағы қанды байқайды. Оңы зомбиге айналып бастайды. Хидео дер кезінде итереді, таксист дер кезінде есікті ашып жібереді. Қыз екеуі аман қалады. Хидео мен Хирами жолда отырып вирустан қалай сақтану керек жайлы ғаламтордан қарап шығады. Екеуі жолдан тамақтанып алады, біраз сөйлеседі. Таң ата. Хидео қыздың мойны қызарып тұрғанын байқап қалады да мылтығын алып оған көздеп тұрады. Қыз мойындайды. Бірақ одан кейін біраз уақыт өтсе де ештеңе байқалмағанын айтады. Хирами өлтірсең өлтіре бер, бәрібір зомби болғым келмейді деп айтады. Бұл жарақатты алғаннан бері ештеңе өзгермегенін айтады. Ол жараланаған сәттен бері әлі адам болып жүргенін айтады. Хидео болса жарайды. Фучи тауына барғанша сені қорғап барамын дейді. Олар әрі қарай жүріп, тауда Хиди өзін жайсыз сезінеді. Хидеоға мені қалдырып кет деп айтады. Хидео қыздың бір көзі қарауытып кеткенін байқайды. Сол кезде бір зомбидан құтқарып қалады. Хидеоны құтқарып қалады. Жерде жатқан жігітке қыз келіп тұруына көмектеспек болып қолын созады. Жігіт қызбен арығай кетеді. Кешкісін екеуі бір жерге келіп тамақтанып алмақшы болады. Қызда тамақ жеуге тәбетті болмайды. Хидео ағынды суға келіп су ішіп алады. Қыздың ендігі күші жоқ, оны арқалап алады. Жолда телешка тауып алады да соған салып алады. Сол жол арқылы сауда орталығына келеді. Ол магазинге кіріп куртка қарап жатқан кезде сатушы зомби оған шабуыл жасайды.
Оны белгісіз қыз құтқарып қалады, көше толған зомби. Оның артынша оның достары келеді. Хирамидің зомби екенін білдірмес үшін оны байлап қояды. Группа басық жердегі тірі адамдардың базасына барамыз деп шешеді. Хидио Хиормидің көзін байлап қояды. Басқалары байқап қалмас үшін. Группалар бірге қашып. Хидио мен Хирами үшін жақсы жетістік болады. Олар ақылдасып. Тірі адамдар базасына барамыз деп шешеді. Оны құтқарған қыз жігітті тергей бастайды. Қайдан қашып келе жатқанын сұрайды. Жанындағы қыз қайдан дейді. Оған көмектесетінін айтты. Қуаныштарына орай аман есен жетеді. Ол жердегі адамдар шатырда тұратын. Олар азық-түлік магазиніне баратындарын айтады. Сонда әлгі жігіттер Хирамидің қамауға аламыз. Болмаса тапаншаңды бер дейді. Хирамиді сол жігіт басынан садақпен атып жібереді. Хидионың тапаншасын тартып алып, көшті бастап жүрген әлгі бір лидерге тақайды. Қалған жігіттер де соған қосылады. Хидиоға магазинге көмектескен қыз Хирами әлі тірі деп жүрегі соғып тұр деп айтады. Жебе оның бас сүйегін тескен жоқ дейді. Басқа зомбилар сияқты еместігін айтады. Жүрегі соғып, пульсі барын айтады. Жарақаттанғандарда бұндай болмайтынын айтады. Олар жер асты қомағай барып, күтпеген жерде жарықты жағып жібереді, соны пайдаланып азық-түлік тұрған жерді тауып алады. Азық-түлікті жинаймыз деп жатқан кезде зомбилар да жетеді. Олар жан-жаққа қаша бастаған кезде зомбилар бір-бірден ұстап оларды жей бастайды. Бұрын жеңіл атлетші болған зомби музыка даусымен жоғары секіріп шатырға түседі. Ол шатырдағы адамдарды көріп, өлтіріп тастайды. Крышадағы адамдар бізде зомби жүр деп айқайлайды. Хидио шкафтан шыға бергенде зомби шабуылдайды. Әлгі қыз Хирамиді алып жер асты қоймасына барғанда алдынан бұрынғы лидерлерін кездестіреді. Ол екінші этажда машина бар деп айтады. Әлгі лидер Хирамиді тастап кетті. Бұрынғы лидер зомбиға айналып келе жатқанда ол қызды арқалаған күйі қашады. Артынан қуып кел жатқанда қыздарға шабуылдамақшы болғанда Хидио келіп атып жібереді. Одан соң олар жаңа лидер мен шалды кездестіріп қашып келе жатқанда зомбилар қоршап алады. Хидио тапаншасын алып ата бастайды. Жанындағы лидер де ата бастайды. Солайша олар зомбилардың барлығын өлтіреді. Олар аман шығып машинамен қашып үлгереді. Олар аман шығып машинада отырып есіне атлетші зомбиді қаруының кері жағымен бейсболка битасымен ұрғандай ұрады. Әлгі қыз музыканы қосып Хидио терең ұйқыға кетеді. Осы кино ұнаса лайк баса кетіңдер. Келесі видеода кездескенше.